сағатпен шалғыннан орылады. Бірлі жарым логика жұмыс істейді, комбайн жоқ. Орылған аңыздан бір масал көтереміз. Әрқайсымыздың қолымызда бір ат торба секілді бір дорба. Жол толған кезде қырмандан кеп төгеміз. Қырмандағы астық толықпен аттың аяғымен басылады. Күрекпен ұшырына тарланады. Масақ Ернар дауысын шығар. бір талдық деген масақ өндірілмейді. Дамир жөндеп отыр. Күніп тердегі жасынға өзі шашау көбедек. Кей күні масақ терге сағат пайда келеді. Ол болса, уақытымыз көңіл өтеді. Демалып отырған кезде сағатпен бірнеше қызылықтан әңгімелер айтып береді. Сағатпай көп оқушы еді. Қолының кітап, қағаз түспейді. Сәл демалып болса, сағатпайды қойша баламыз. Әңгіме бітпейді өтінеміз. Сағатпайды қойша әңгіме бітпейді. Текесу сұңғылы тоғайдан өзге түп кесмей ауыл арасының өсек айырынан басқа түп көрмей көрбауы болып жүрген біздің көңілімізді кең дүниеге тұңғыш ашқан ғалым осы Сағатбай. Маңайымызды қоршаған маңыздықтың қанат пен тұмағын Сағатбай әңгімелерді дауыл болып ысырып, ар жағынан бізге ұшы-қиықсыз кең дүние болып көрсеткендей болады. Менің қазір сәйкенімде Бетін жаппа, Дамир. Бетіңді ашып сөйле. Ол кейде кешкі астың соңында әңгіме айтып келетін. Жер стол тәртіп, төрт бұрышты, жалпақ нәрсе. Мүйізімен сол облыс көтеріп тұрады. Бірінші мүйіз тауып, екінші мүйізге ауыстырғаннан кейін жер сілкінеді. Аспан, көк, ай мен жұлдыз, күн бәрі жарасқан. Өлген адам ол дүниеге барғанда бейіш Құдай болады. Сағатбай бүгін бәрі басқаша айтады. Жер шары секілді бұрмаған Құдай жоқ, қараң адамдар Құдайды қолдан жасап алған дейді. Әкемнің айтқандары мен Сағатбайдың айтқандары менің басымның ішінде таласқа түседі. Жер домалақ деген сөз менің басыма сыймайды. Жер домалақ болса, анау біз неге құлап кетпейміз? Жер домалақ болса, өзен көздерін неге төгіліп кетпейді? Ана жақта тұрған тау неге ана жаққа келмейді? Біздің басымыз неге айналмайды? Қандай қиын мәселе болса да Сағатбай деген ұлымызға түсіндіру біледі. Шұғылануға жасалдырмайды. Әкемнің айтқандарында Сағатбайдың айтқандары түсіндіру болып шығады. Кенттік мәселесі Сағатбай әдемі ертегілі етіп айтушы еді. 17-ші жылғы революция процесінің қабылдауы Қазақстан коммунизм заманының туралы Сағатбай майқамызға айтады. Сағатбай демес соншама жақын болып жүргеніміздің үстіне орнап алған адамды қандас бауырлас етіп бір жолы қасымызға қосып алмақшымыз. Сағатбай біздің ақыл сұрамызға Сағатбай бос етіп күледі. Күлген кезде небақ көкшіл көздегі одан бетер жарқырап жып-жылы болып кетеді. Денемін олыс дейді Сағатбай. Бірақ ол бәрі үздік көрген. Ол қазақ деп білмеген. Ұлттардың татулығы теңдігі шүкіреспен. Қазақтардың үйінен дейді Сағатбай. Қазақтың отырдың ауылда мектептер арасында сосын бір әлденен кеткен өсеген айтады. Сатушы жоқ деген елестейді. Жоқ шаба кіріп жатыр. Коммунизм ойнаса тезірек деп арман еткен. Коммунизм байғұсқа өте ұнайды. Коммунизм
ашылған күні коммунизмге бірінші бара жатып бастан аяқ түгел киім сатып алып едім. Қалтама кәмпит салып алып ешкімге бермей жеймін. Ешкім маған алма жеме деп айтпайды, өйткені коммунизм. Ауылда социализм орнайды биік сағынды. Колхозда жақсы үйлер салынады. Социализм биік коммунизм орнайды. Міне нағыз рахат өмір деген міне сол. Киімінде, тамақта, демектің бәрі де тегін болады. Тегін болады. Қазір алтап қойым. Бұрын болмақ жақынған үшін, енді күн сайын жаңасын киім отырам. Коммунизм рахатын баса қадысымен. Жарайсыңдар.